Баяғыда бір әйелдің екі қызы болыпты. Біреуі еңбек сүйгіш әрі сұлу, екіншісі көріксіз әрі жалқау болған екен. Әйел осы жалқау қызын ерекше жақсы көріпті, ал екінші қызы үй ішіндегі барлық жұмысты алып жүріпті. Байғұс қыздың күн сайынғы істейтін ісінің бірі көшедегі құдықтың қасында отырып жіп иіру болатын. Жүннің көптігі сонша қыздың саусақтары тілініп, қаны сорғалайтын. Осылайша бір күні ұршығы әбден қан болады. Қыз оны жумақ болып, құдыққа еңкейгенде ұршық қолынан шығып кетіп, суға түсіріп алады. Не істерін білмей жылап жібереді. Содан соң жүгіріп, өгей шешесіне келіп, болған жайды айтады. Қатыгез әйел одан сайын долданып, ұршықты қалай түсірсең, солай содан алып шық деп қызына бұйырады. Қыз құдықтың басына қайта келіп келеді. Бірақ не істерін білмей дал болады. Өгей шешесінен де қорқып барады. Ақыры көзін жұмып құдыққа секіріп түседі. Қанша өткені белгісіз, көзін ашса, көк шалғынның үстінде жатыр екен. Төбеде күн жарқырап тұр. Төңірек толған алуан түрлі гүлдер. Ол орнынан тұрып, бір соқпақпен алға жүріп көреді. Бір кезде алдынан пеш кездеседі. Пештің іші толған нан екен. Нандар: ой, мені пештен шығар, әйтпесе күйіп кетемін, әбден пістім, деп айқайлайды. Қыз жақын келіп, нандардың барлығын біртіндеп пештен шығарып алады. Сөйтіп, әрі қарай жол тартады. Енді алдынан алма ағашы кез болады. Ондағы алмалардың көптігі сонша, ағаштың бұтақтары майысып, сынып кеткелі тұр екен. Сонда ағаш оған: ой, мені сілкілеп жіберші, алмаларым әбден пісті, деп өтінеді. Қыз оны қозғалта бастап еді, алмалардың барлығы жерге топырлап, бұршақша жауады. Бірде-бір алманы қалдырмай түгел түсіріп, содан соң оларды бір жерге үйіп, өзі жүрісін ары қарай жалғастырады. Бір кезде ол бір үйшікті көреді. Жақын келіп қараса, терезе алдында кәрі кемпір отыр екен. Кемпірдің аузындағы сойдиған тістерін көріп, қорқып кетеді. Жалма-жан қашпақ болып еді, кемпір: балақай, неден қорқасың? Үйге кіріп менімен бірге тұр. Егер үйдегі барлық шаруаны жақсы істесең, өзіңе жақсы болады. Тек байқа, маған төсекті дұрыстап сал, жастықтарды әбден ұрып көпірт, мамық жүндері аспанға ұшатын болсын. Сол кезде бар әлемде қар жауады, мен бұрқасын қаншайымын, деп қыздың артынан айқайлайды. Кемпірдің үні жұмсақ естілген соң, қыздың жүрегі орнына түседі. Кемпірдің қасында қалып, шаруасын атқаруға келіседі. Бұрқасын қаншайымның көңілінен шығуға тырысады. Оның астына салатын құс жастықтарын барлығын бар күшін салып ұрады. Сонда мамықтар қар сияқты айнала ұшады. Сондықтан да қыз жақсы тұрады. Қаншайымнан бірде-бір ауыз сөз естімейді. Қуырылған, пісірілген дәмді тағамдар қашанда алдында жайнап тұрады. Осылайша ол бұрқасын қаншайыммен біраз уақыт бірге өмір сүреді. Күндердің күнде көңілін мұң басады. Неге екенін алғашқыда өзі де түсінбейді. Сөйтсе ол туған үйін сағыныпты. Бұл жер оған 1000 есе артық болса да, үйіне қайтқысы келеді. Ақыры кемпірге былай дейді: мен үйімді сағындым. Мұнда жердің астында маған бәрі ұнады. Бірақ бұдан артық қала алмаймын. Жоғарыға үйіме кеткім келеді. Бұрқасын қаншайым: сені үйіңе тартып тұрғаны маған ұнайды. Бар көңілмен жақсы қызмет еткен үшін мен сені өзім шығарып саламын, дейді де қызы жетектеп үлкен қақпаның алдына әкеледі. Қақпа ашылады. Қыз қақпаның астынан өткенде алтын жаңбыр болып құйылады. Басынан аяғына дейін төгілген алтын тамшылар сол күйінде үстіне жабысып қалады. Бұл сенің маған жақсы пейілмен қызмет еткенің үшін, дейді. Содан соң құдыққа құлатып алған ұршығын қолына ұстатады. Қақпа жабылған кезде қыз жер үстінде үйінің қасында тұр екен. Ол өзінің ауласына кіргенде әтеш айқайлап қоя береді. Ол сол құдыққа қонақтап отыр екен. Кукареку, кукареку, алтын қызымыз келді. Қыз үйге кіреді. Бастан аяқ алтынға малынған қызды көргенде өгей шешесі мен әпкесі жылы қарсы алады. Қыз оларға бастан кешкен түгел баян етеді.
адам сенгісіз мол байлыққа қалай жеткізгенін естіген өгей шешесі, өзі жалқау, өзі көріксіз сүйікті қызының да сондай байлыққа жетуін армандайды. Сөйтіп қызын құдықтың жанына жіберуге жібереді. Ұршық қан болу үшін ол өз саусағын әдейі қанатады. Содан соң ұршықты суға лақтырып, өзі де қоса секіреді. Ол да жердің астына түседі. Сіңлісі айтқан әңгіме бойынша соқпақпен жүре береді. Соқпақ пешке алып келеді. Пештің ішіндегі нандар: ой, мені пештен шығар, әйтпесе күйіп кетемін, әбден пістім, деп шулайды. Бірақ жалқау қыз: қолымды былғап қайтемін, дейді де әрі қарай жүре береді. Енді алдынан алма ағашы кездеседі. Алма ағашы: ой, мені сілкілеп жіберші, алмаларым әбден пісті, деп өтінеді. Алмаларың басыма түсуі мүмкін ғой, деп қыз жауап береді де жолын жалғастырады. Бұрқасын Қаншайымның үйіне жақындағанда ол ешқандай қорқыныш сезінбейді. Өйткені кемпірдің тістері туралы естіп алған болатын. Бірден оған үй қызметшісі болып жалданады. Бірінші күні Бұрқасын Қаншайым не айтса, соны орындап жұмысты жақсы істейді. Сонда оның ойында тек кемпірдің алтыны еді. Екінші күні оны жалқаулық баса бастайды. Үшінші күні одан сайын ерінеді. Содан кейінгі күндері тіпті таңертең тұрғысы келмейді. Бұрқасын Қаншайымның құс жастықтарын дұрыс көпсітпейді, мамықтарын ұшырып қар жауғызбайды. Оның бәрі Бұрқасын Қаншайымға ұнамайды. Сөйтіп оны жұмыстан босатады. Жалқау қыз үстіне алтын жаңбыр жауатын уақыт келді деп қатты қуанады. Бұрқасын Қаншайым бұл қызды да қақпаға алып келеді. Қақпадан өте бергенде жалқау қыздың үстіне алтын емес, қап-қара май төгіледі. Бұрқасын Қаншайым: бұл сенің жұмысыңның төлемі, дейді де қақпаны жауып алады. Басынан аяғына дейін қара майға шыланған жалқау қыз үйіне келеді. Оны көрген Әтеш айқайлап елге жар салады. Ол құдықтың үстінде қонақта отыр екен. Кукареку, көлеш қызымыз келді. Сөйтіп жалқау қыз өз жазасын тартыпты. Қанша жуынса да қарамай оның үстінен өле-өлгенше кетпепті.